Ақтөбе облысының полиция департаменті азаматтарға 200 мың теңге ақшалай сыйақы үшін жүргізуші куәлігін алып берумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топты ұстады. Топ мүшелері мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері болып табылады. Жүргізілген жедел іздестіру іс-шаралары барысында экзамен тапсыруға арналған сыныпқа кіреберісте міндетті теориялық емтиханнан өту кезінде халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері өздерінің қылмыстық рөліне сәйкес белгілі бір кандидаттарды металл іздегішпен тексермей тізім бойынша кедергісіз өткізгені анықталды. Вы способствуете? Просто не скидывает список, кто скидывает? Бывший сотрудник. Так. Здесь он работал. Сонымен қатар алдын ала ақша берген кандидаттардың тізімін азаматтық тұлғалар, яғни топ мүшелерінің сыбайластары жасап отырған. Емтихан тапсырушы құлаққаптармен, микрофонмен және камерамен жабдықталып, компьютер сыныбына өтіп, мониторда шыққан сұрақтарды қылмыстық топтың мүшесіне көрсетіп отырған. Ал ол өз кезегінде жалдамалы пәтерде отырып, оған дұрыс жауаптарды нұсқаған. Сондай-ақ топтың тағы бір мүшесі емтихан кезінде көрші кабинетте отырып, оларды роутердің көмегімен интернетпен қамтамасыз еткен. Осылайша азаматтар тестті заңсыз тапсырып, жүргізуші куәліктеріне қол жеткізген. Жалдамалы пәтерді тінту кезінде полиция қызметкерлері 6 миллион 690 мың теңге, 1800 ақш долларын тәркіледі. Сондай-ақ мини құлаққаптар, кішкентай бейне камералар бар, емтихан тапсыруға арналған жилеттер, қуаттау құрылғысы және тағы да басқа заттар тәркіленді. Сонымен қатар жеке тексеру кезінде бір экзамен тапсырушыдан марихуанаға ұқсас өсімдік тектес зат табылды. Арнайы операция барысында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының ауласында өз кезегін күтіп тұрған, өзіне қажетті техникамен жабдықталған тағы бір азамат ұсталды. Қазіргі уақытта қылмыстық схемаға тартылған адамдардың әрекеттері құжатталды және тергеу амалдары жүргізілуде.